Бізде қазір қандай мәселе бар? Тарихта басқа діндермен географиялық тұрғыдан да ешқандай қарым-қатынасы болмаған мазхабтардың немесе ағымдардың өкілдері келді да, оларда андай басқа адамдар, инаковость дейді ғой, басқа дін өкілімен, басқа мазхаб өкілімен оңды қарым-қатынас құру тәжірибесі жоқ ондай, немесе ол ағымдардың, немесе ол жамағаттардың. Бізде ол болған. Яғни басқа мазхабтармен, мысалға Өзбек хан туралы айтып кеттім ғой, Ибн Баттутаның рихлясын оқитын болсақ, саяхатын оқитын болсақ, ол кісі айтады, Өзбек ханның жанында 3 мазхаб бойынша қазы болды. Ханафи, Шафи, Малики мазхабы бойынша 3 қазы болды. Одан кейін басқа дін өкілдері үшін өздерінің қазысы болды. Және Яргучи деген, яғни жарғышы деген өзінің жергілікті ислам дінін қабылдамаған дала тұрғындары үшін жарғышы деген би болды. Осындай өте плюрализмді қабылдайтын, әр түрлілікті, алуан пікірлікті қабылдайтын осындай жүйе болды. Көрдіңіз бе? Ханафи мазхабы басым болды, себебі біздің қолымыздағы қазіргі еңбектер, ислам құқығы бойынша еңбектер, аталарымыздан қалған қолжазба, сирек кітаптардың енді 90% осы Ханафи мазхабына негізделген. Сол оң тәжірибені адамдар арасында, қоғам ішінде әр түрлі пікір иесіне мүмкіндік берген сол жүйені біз қайттан әлеуетін арттыру арқылы қайттан осындай бір ізгі, бір-бірін түсінетін, бір-біріне төзімді қоғам қайттан құра аламыз деп ойлаймын. Сол үшін ол Ханафи мазхабының ғасырлар бойы дәлелдеген оңды тәжірибесі бар, сол тәжірибені қолдану керек деп есептеймін.